Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат. Және де бүгін біз өткен апта болған барлық қызықты ақпаратпен бөлісетін боламыз. Себебі өткен апта қызыққа толы болған еді. Ресми Шавкат Рахмоновтың келесі жекпе-жегі. Еркін күрестен 32 жыл өткен соң жаңадан қазақстандық әлем чемпионы Шавкаттың қарындасы Сора Рахмонованың жекпе-жегі және де Азия ойындарына аттанған ұлттық бокс құрамамыз. Осы және тағы да басқа жаңалықтар жайлы бүгін біз сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар біздің Азамат ММА телеграм арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Осы арнада сіз UFC-де тікелей эфирде тегін, яғни бесплатно қарасаңыздар болады. Және де ММА мен бокс туралы барлық актуалды ақпарат осы арнамызға салынып отырады. Сондықтан сіздерді біздің телеграм арнамызда күтетін боламыз. Ең алдымен өткен жексенбі Лас-Вегас қаласында өткен UFC Fight Night жайлы айтып кетейік. Қазақстанда туылған Рафаэль Физиев Матеуш Гамратқа қарсы жекпе-жек өткізіп, осы турнирді басқарған еді. Осы Рафаэль Физиев туралы біз арнайы видео шығарған болатынбыз. Кіріп қарап кетсеңіздер болады. Жекпе-жектің алғашқы раундында екі жауынгер жақсы соққылармен алмасқанымен, Физиев әрдайым үздік болып жүрді. және де Гамроттың 2 рет тейкдаун жасағанынан қорғанып, бірінші раундты өз қатарына қосты. Ал екінші раундтың ортасында Физиев аяқпен соққы жасаған кезде жарақат алып, жекпе-жекті жалғастыра алмаған болатын. Солай Матеуш Гамрот екінші раундта жеңіске жеткен еді. Ал Рафаэльге біз тез жазылып қайта оралуын тілейміз. Он 19 жастағы Ризабек Айтмұхан еркін күрестен Сербия астанасы Белградта өткен әлем біріншілігінің 92 келі салмақ дәрежесінде чемпион атанды. Ризабек Айтмұхан 32 жыл бойы күткен алтын медальді қазақ еліне әкеліп отыр. Еркін күрестен тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы тұңғыш әлем чемпионы. Басқа ұлтқа ақша беріп алып бере алмаған алтынды 19 жасар қазақтың қара баласы алып берді. Қуан Қазақстан. Және де осы әлем біріншілігінде еркін күрестің шебері Азамат Дәулетбеков 86 келі салмақтың қола жүлдегері атанды. Және де Жамиля Бақбергенова әйелдер күресінен 72 келі салмақтағы әлем біріншілігінде қола жүлдесін жеңіп алды. Батырларымызды шын жүректен құттықтап, олимпиадада бұдан да үлкен белестерге жетуін тілейміз. Әйгілі Тони Фергюсон өзінің инстаграм сторисінде Шавкат Рахмоновпен жекпе-жек өткізуге дайын екенін айтты. Енді сенімдімін, мен осы аптада төбелесемін, салмақ жасаймын деген үміттемін деп жазған болатын. Алайда Шавкат инстаграм желісінде тікелей эфирге шығып, бұл жекпе-жек туралы былай деген. Фергюсонмен в натуре шығасың ба дейді. Білмеймін, Фергюсонмен шықпаймын. Келісім шарт беріп, Фергюсон қатты қаласа, басқа да кішкене болса, мен бір аптаның ішінде бара алмаймын да, төбелесе алмаймын да. Шыға береміз. Олай бұлай қатты төбелесіп, ондай шалмен, ондай жалайны жоқ негізінде. Наоборот, жас мықтылармен шыққым келеді. Не істеймін? Гастелым мықты ғой негізінде, что-то білмеймін, неге отказ берді, білмеймін. Что-то задний берді. Адамды настроениясын бұзды ғой, төріне шаулап жағдар дейді. Бұрадан енді жақсы мықтың дайындап, жақсы мықтың беріп бара жүрген. Құдай қаласа боламыз. Дайындалғанда енді соперник білмеген кезде қиынды осы дайындалу. Бір былай қалай темппен жұмысты қиындау болады сол кезде. Қанша. Сонымен қатар Сора Рахмонова Дана Уайт үміткерлер сериясында жекпе-жек өткізбейтін болды. Бұған себеп иығынан жарақат алуы. Өздеріңіз білетіндей, Сора Америкаға жекпе-жегіне дайындалу үшін кеткен еді. Сол жақта жаттығы барын салған еді. Бірақ өкінішке орай жарақат алып, бұл жекпе-жегіне шықпайтын болды. UFC президенті Дана Уайт Шавкат Рахмоновтың өнер көрсететін жартылай орта салмақ дәрежесіндегі жаңа чемпиондық жекпе-жекті ресми жариялады. Чемпион Леон Эдвардс Колби Ковингтонға қарсы 16 желтоқсан өтетін UFC 296 турнирінде жекпе-жек өткізеді. Бұл турнирдің комейн ивентінде Асу Алмабаев пен Азат Мақсұм төбелесетін аса жеңіл салмақтың чемпионы Алешандр Пантожа Брэндон Ройвалға қарсы жекпе-жек өткізеді. Сонымен қатар осы картқа Тони Фергюсон мен Пэдди Пимблеттің жекпе-жегі қосылған еді. Бұдан басқа жартылай ауыр салмақтың бұрынғы чемпионы Иржи Прохаска бұрынғы орта салмақтың чемпионы Алекс Перейра мен UFC 295 турнирінде кездесу өткізеді. Бұл жекпе-жекте ресми түрде жартылай ауыр салмақтың чемпиондық белбеуі ойнатылады.
Көп уақыт өтпей Дана Уайт ресми Шавкат Рахмонов пен Стивен Томпсонның жекпе-жегін ресми жариялады. Қазақстанның тәуелсіздік күніне орай 16 желтоқсан өтетін UFC 296 турнирінде осы жекпе-жек қосылатын болды. Көптен күткен Шавкат батырымыздың жекпе-жегінің қарсыласымен уақыт анықталды. Ал енді Шавкат барлығы өз қолыңда. Бүкіл қазақ елі саған сеніп қолдап отырады. Ал сіз қалай ойлайсыздар? Бұл жекпе-жек қалай өтуі мүмкін? Және де қай жауынгер жеңіске жетеді? Комментарийге жазып кетіңіздер. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамамыз 19-ші Азия ойындары өтетін Хуанчжоу қаласы Қытай еліне аттанған еді. Ұлттық құрама өзгеріссіз, президент кубогында жұдырықтасқан боксшыларымен кеткен еді. Алайда әлем чемпионы жас талант Санжар Ташкенбай әлі күнге дейін ұлттық құрамға қайта оралмады. Әлем біріншілігінен соң қатардан 3-ші турнирді өткізіп жатыр. Ал бұл турнир өте маңызды, себебі Азияда да финалға шыққан боксшылар Париж 2024 олимпиадасына жолдама алады. Сондықтан ел намысын қорғайтын боксшыларымызға жеңіс тілейміз. Алға Қазақстан! Және де сенбі күні жергілікті Октагон промоушнның турнирі өткен еді. Алматы қаласындағы Балуан Шолақ аренасында өткен Октагон 50 турнирінде Еркебұлан Тоқтар бірінші раундта қарсыласын техникалық нокаутпен жеңген еді. Ал Дамир Төленов өкінішке орай мансабында алғаш рет жеңіліске ұшырады. Турнирді басқарған Георгий Кичигин жартылай орта салмақтың жаңа чемпионы атанды. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.